Армысыздар, құрметті көрермендер. Біз Испания мен Қазақстандағы негізгі азық-түлік бағаларын салыстырдық. Мәліметтер екі елдің супермаркеттерінің ресми онлайн сервистерінен тікелей алынды. Сонымен бастайық. Испанияда 1 килограмм бидай ұны 329 теңге. Бізде жоғары сорт 600 теңге. Испанияда ақ күріш 730 теңге, ал Қазақстанда 900 теңгеден асады. Испания қызанақтары 1100 теңге тұрады, ал Қазақстанда бұл көрсеткіш 150 теңгеге қымбат. Қораптағы табиғи шырын да Испанияда қолжетімді. Біздегі 800 теңгенің орнына ол жақта 600 теңгеден басталады. Келесі тауарлар бойынша екі елдегі бағалар шамалас болып шықты. 1 килограмм қанттың бағасы Испанияда да Қазақстанда да 530 теңге шамасында. 1 литр сүт Испанияда 550 теңге, бізде 500 теңгеден басталады. Тауық филесінің килограммы Испанияда 3600 теңге, ал Қазақстанда 3400 теңге. Бананның бағасы да екі елде де 1000 теңгенің айналасында. Тіпті бір шыны капучино бағасы да екі жақта да бірдей, 1380 теңге айналасында. Қазақстанның сөзсіз жеңіске жететін жалғыз позициясы қызыл ет. Бізде 1 килограмм сиыр еті 4830 тұрса, Испанияда оның бағасы 7500 теңгеге жетеді. Енді екі елдің экономикалық көрсеткіштерін салыстырайық. Қазақстанда ең төменгі жалақы 85 000 теңге, ал Испанияда шамамен 700 000 теңге. Айырмашылық 8 есе. Қазақстандағы ресми орташа жалақы 460 000 теңге болса, салықтан кейінгі испандықтың таза орташа табысы 1 300 000 теңгеден асады. Жалпы ішкі өнім Қазақстанда 360 миллиард доллар, ал Испания экономикасы бізден 8 есеге үлкен, 2 триллион 9 миллиард доллар. Жан басына шаққандағы ресми жалпы ішкі өнім де айтарлықтай өзгеше. Бізде бұл цифр шамамен 15 000 доллар болса, Испанияда 41 500 долларға жетеді. Бұл Испанияның ресми экономикалық қуаты мен әрбір тұрғынның нақты табысы бізден бірнеше есе жоғары екенін көрсетеді. Ал енді инфляция көрсеткіштерін салыстырайық. Мұнда да айырмашылық жер мен көктей. Испанияда жылдық инфляция деңгейі небәрі 3%-ның төңірегінде, ал Қазақстанда ресми инфляция 10%-дан 12%-ға дейін. Тіпті бұл көрсеткішті басқа елдермен салыстырсақ, жағамызды ұстаймыз. Дәл қазір ауыр экономикалық санкциялардың құрсауында отырған Ресейде инфляция 5,5% шамасында. Ал 4 жылдан бері алапат соғысты бастан кешіріп, инфрақұрылымы тас-талқан болған Украинаның өзінде инфляция деңгейі 8%-ға да жетпейді. Ойлап көріңізші, қан төгіліп соғысып жатқан алпауыт мемлекеттердегі бағаның өсуі бейбіт күнде мұнай мен Менделеев кестесінің үстінде отырған Қазақстаннан әлде қайда төмен. Ал енді несиелер. Қазақстандағы тұтынушылық несиенің жылдық мөлшерлемесі 22-ден 30%-ға дейін жетеді. Микроқаржылық ұйымдар тіпті 100%-лық несиелер ұсынады. Испанияда дәл сондай несиені жылдық 7,5%-бен алуға болады. Баспана мәселесі де сорақы. Қазақстанда ипотеканың базалық мөлшерлемесі 17-19%. Ал Испанияда пәтерді жылдық 2,5-3%-бен ипотека рәсімдеуге болады. Американдық Bloomberg қаржы агенттігі әлемдегі ең денсау елдердің рейтингін жариялайды. Олар 169 мемлекетті денсаулық деңгейі, экология және тамақтану сапасы бойынша бағалайды. Испания бұл рейтингте әлем бойынша бірінші орында. Нәтижесінде жалақысы бізден бірнеше есе жоғары, Испания тұрғындары ең жоғары сапалы өнімдерді бізбен бірдей немесе төмен бағаға сатып алып отыр. Мұндай тұрақтылық туралы не ойлайсыз? Пікір жаза кетіңіздер. Арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.